шақтары тақырыбымен танысамыз. Етістікті тиісті шақта қолданып үйренеміз. Ол үшін етістікті еске түсірейік. Етістік дегеніміз заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табы. Сұрақтары: не істеді, не қылды, қайтты. Ай мектеп. Алан аға, сіз ылғи осы дәптерге не жазып отырасыз? Бұл ма? Бұл күнделік. Қойыңызшы, күнделік ондай болмайды. Міне, мынадай болады. Иә, ол оқушы күнделігі. Онда сабақ кестесі, үй тапсырмасы, алған бағалар жазылады. Мынау да күнделік. Мұнда адам өзі істеген ісіне есеп береді. Алдағы ісін жоспарлайды. Ол не үшін керек? Біріншіден, өзіңді тәрбиелеуге. Екіншіден, уақытты тиімді пайдалануға. Үшіншіден, жазып үйренуге. Сонда қалай? Қара, мен саған түсіндірейін. Күнделікті әркім әртүрлі жазады. Мен мынадай кестеге 3 жаққа бөліп жазғанды ұнатам. 3 жаққа? Шақ, уақыт деген сөз. Адам әрекеті істеген уақытына сәйкес 3 жақта айтылады. Қазірге дейін, қазір және бұдан кейінгі уақыт па? Иә, дұрыс. Оларды өткен шақ, осы шақ, келер шақ деп атайды. Түсіндім. Мына жерде бұған дейін орындалған әрекеттер өткен шақта жазылған. Мектепте сабақта болдым. Ағылшын тілінен қосымша сабаққа қатыстым. Бассейнде жүздім. Мына қатарда дәл қазір не істеп жатқаным осы шақта жазылған. Қазір математикадан есеп шығарып жатырмын. Ал мына бағанда енді не істейтінім, яғни келер шақтағы әрекеттерім жоспарланған. Ертең кешке Викимен қыдырам. 2 күннен кейін Болатпен шахмат ойнайым. Демалыста Данаға балықтар жайлы айтып берем. Сіз осының бәріне қалай үлгересіз? Мен сабаққа дайындалсам, ойынға, ойнасам, сабаққа дайындалуға уақыт жеткізе алмаймын. Маған етістіктің шақтары көмектесті. Күнделік жазу маған әрі өзіме есеп беруді, әрі уақытымды жоспарлауды үйретті. Осылай істесең, уақытты бәріне жеткізуге болады. Алақай, енді мен де солай істеймін. Қайталайық. Етістіктің шақтары. Етістіктер іс-әрекеттің жүзеге асу мезгілін білдіреді. Етістіктің 3 шағы болады. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Осы шақ етістіктері сөйлеп тұрған кездегі іс-әрекетті білдіреді. Мысалы, қазір математикадан есеп шығарып жатырмын. Өткен шақ іс-әрекеттің бұрын болып кеткені білдіреді. Мысалы, мектепте сабақта болдым. Ағылшын тілінен қосымша сабаққа қатыстым. Бассейнде жүздім. Келер шақ іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді. Мысалы, ертең кешке Викимен қыдырамын. 2 күннен кейін Болатпен шахмат ойнаймын. Демалыста Данаға балықтар жайлы айтып беремін. Балалар, етістіктің шақтары осы шақ, өткен шақ, келер шақ болады екен. Осы шақ етістіктер іс-әрекеттің қазір болып жатқанын білдіреді. Өткен шақ етістіктері іс-әрекеттің бұрын болғанын білдіреді. Келер шақ етістіктері іс-әрекеттің
алдағы уақытта болатынын білдіреді. Етістіктің шақтары былай жасалады. Осы шақ ып, эп, п, отыр, тұр, жүр, жатыр деген қосымша сөздер мен жұрнақтардың жалғану арқылы жасалады екен. Мысалы, ойнап жүр, ұшқалы тұр, айтып отыр, ұйықтап жатыр. Өткен шақ ып, эп, п, д, д, т, т, ған, ген, қан, кен, атын, етін, еді, екен деген жұрнақтар мен қосымша сөздердің жалғану арқылы жасалады. Барған екен, келіпті, алатын еді, айтқан. Келер шақ мақ, мек, бақ, бек, пақ, пек, шы, шы, еді деген жұрнақтар мен қосымша сөздердің жалғану арқылы жасалады. Мысалы, айтпақ еді, бармақ болды, келмекші, ұшамын. Енді мына суретке назар аударыңыздар. Атам ертегі айтып отыр. Бұл жерде етістік айтып отыр. Қай шақта айтылып тұр? Осы шақта айтылып тұр. Мен анама гүл сыйладым. Етістік сыйладым. Қай шақта айтылып тұр? Өткен шақта айтылып тұр. Әкем жұмыстан келеді. Етістік келеді. Қай шақта айтылып тұр? Келер шақта айтылып тұр. Енді етістіктерді осы шақ, өткен шақ, келер шақтағы кестеге орналастырыңыздар. Айтып отыр. Осы шақта айтылып тұр. Айтты. Өткен шақта. Айтады. Келер шақта. Жинап жүр. Осы шақта. Жинап болды. Өткен шақта. Жинайтын болады. Келер шақта айтылып тұр. Балалар, енді оқулығымыздың 78-ші, 79-ші бетіндегі жаттығуларды оқып, өз бетімізбен жұмыс жасауға болады.